Баршаңызға сәлем. Бүгін ауызға салсаңыз еріп кететін, 3 ғана заттан тұратын, қантсыз, өте жылдам жасалатын, дәмі деген өте керемет болып шығатын супер десерт дайындайтын боламын. Дайындау жолымен бөлісетін боламын. Ішкі көрінісі дәл осылай өте әдемі, дастарханға қойсаңыздар, дастарханның көркін ашатын болады. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен құрманы салқын суға 15 минутқа салып қоямыз. Суларыңыз міндетті түрде салқын болуы қажет. Бұл уақытта біз жаңғағымызды табада аздап қуырып алатын боламыз. Мінекей, жаңғағымызды да қуырып алдық. Біздің 15 минут уақытымыз өтті. Енді құрманы судан алып, ішіндегі сүйегін алып, турап аламыз. Қуырып алған жаңғағымызды блендердің көмегімен ұсақтап алатын боламыз. Мінекей, жаңғақтарымызды да ұсақтап алдық. Енді ұсақталған жаңғағымызды ыдысымызға салып аламыз. Біздің ұсақталған жаңғағымыздан 40 грамын алып қаламыз. Десертімізді әрлеу үшін қажет болады. Ендеше құрмамызды осылай дәл видеода көрсетілгендей ортасындағы сүйегін алып тастап, турап алатын боламыз. Және де блендердің көмегімен құрмамызды да ұсақтап аламыз. Құрмамыздың барлығын дәл осылай турап аламыз. Туралған құрмаларымызды блендерге салып, жаңғақ секілді ұсақтап аламыз. Ұсақтап жатқан кезде құрмамыз жабысып қалуы мүмкін, сондықтан ашып кішкене қолдың көмегімен де араластырып тұрыңыздар.
Мінекей біздің құрмамыз да дайын болды. Барлығын әдемі етіп ұсақтап берді блендеріміз. Енді бұны ыдысымызға салып аламыз. Енді осының үстіне ұсақталған жаңғағымызды салып, біркелкі масса болғанша жақсылап қолымызбен мыжғылап араластырып аламыз. Мінекей біркелкі масса болды. Енді қолымызды кішкене өсімдік майымен майлап жібереміз. Майламаса қолымызға жабысып, формаға келтіру қиындау болады. Енді өз көз мөлшерімен массамыздан алып, өз қалауыңызша формаға келтіреміз. Мен осылай кішкене сопақша формаға келтірдім. Өздеріңізге қандай форма ұнайды, сол формаға келтіріп жасасаңыздар болады. Мінекей барлығын формамызға келтіріп алдық. Енді бұл формаға келтірілген массаны тоңазытқышқа 30 минутқа салып алатын боламыз. Келесі бізде қантсыз ақ шоколадымыздың үстіне өсімдік майын құйып, водяной баняда не болмаса микротолқынды пеште, яғни микроволновкаде ертіп алатын боламыз. Егерде микротолқынды пеште ерітетін болсаңыздар, тез алып, қасықтың көмегімен араластырып тұрыңыздар. Егер алмастан ертемін десеңіздер, онда шоколадтарыңызды асты жапысып, күйіп кететін болады. Мінекей біз ертіп алдық, дәл осындай сұйықтықта болады. Енді бізде дайын болған формамызды осы шоколадымызға малып алатын боламыз. Шоколадымызға батырып алып, шанышқының және де қасықтың көмегімен дәл осылай пергамент қағазына орнатып шығамыз. Барлығын дәл осы видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Барлығын шоколадқа малып алдық, яғни батырып алдық. Енді қайта тоңазытқышқа 15 минутқа салып аламыз. Келесі 15 минут уақыт өткеннен соң дәл осылай қағаздың көмегімен десертіміздің екі шетін шоколадқа батырып, алып қалған 40 грамм жаңғағымызға
батырып аламыз. Өз қалауыңызша әрлесеңіздер болады, мен осылай әрлейтін боламын. Мінекей, енді осыны ұсақталған жаңғағымызға батырып аламыз. Дәл барлығын дәл осылай жасап, мұздатқышқа тағы да бір 5 минутқа салып аламыз. Біздің жылдам жасалатын десертіміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Алдағы уақытта тағы видео рецепттер шығаратын боламын. Баршаңызға ас болсын, сау болыңыздар.